Саламатсыздар, құрметті көрермендерім. Бүгін мінекей беш бармақ деген тағамымызды дайындап жатырмыз. Бұл менің келінім, кіші қызымен шаңырақ алған Астанадан. Сол кісілер үлкендер шақырып, үлкен ас берді, Құран оқытып үйіне. Сол мінекей беш бармақ тағамымызды дайындап, сіздерге көрсетіп жатырмыз. Етімізді бәрін жуып, суға, қазанға саламыз. Суын, тұзы аз болса тұзын саламыз, қайнатамыз етіміз піскенше дейін. Мінекей, әр несі өзінің мүшелері бар, үлкендерге беретін, соны бәрін салып, пісіріп алдық. Нанымызды жайдық. Нанымызды біз қамырымызды негізінде осылай толығымен саламыз, турамаймыз да, осылай турап пісіргеннен кейін сразу осылай түсіріп аламыз толығымен. Қамырымызды түсіргеннен кейін табақтарға бөліп саламыз. Не болмаса әр табаққа түсіріп алуға болады, бәрін бөлектеп сразу. Мүше еттерімізді саламыз. Жылқының етін пісірді, қойдың да мүшелерін қосты келінім. Өте дәмді, тұздалған еті болды. Қойдың еті болды. Өте дәмді тағам болды. Осылай біз табақтаймыз әр етті. Және де осындай дұғада бізде шелпегіміз болады. Шелпегімізді пісіріп, алдымен пісіріп қоямыз. Табақтап, үстіне тұздығын құямыз. Қасысы бар, шұжығы бар. Үстінен Құран оқытқанда осылай шелпектерімізді саламыз. Алдында мен көрсеткен біздің жақтың шелпегін пісіру. Мінекей осындай әдіспен шелпегімізді пісіріп, еттің үстіне жауып апарамыз. Шекесін бәрін салынды. Мінекей осындай ас бердік біз. Оқылған дұғамыз қабыл болсын. Каналымызға жазылуға ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдаймыз.